Тауар сатып алайын деп алдын ала төлем жасап, ақшаңыздан айырылдыңыз ба? Сіздің атыңыздан несие алайын деп жатыр деп хабарласқан алаяқтарға алданып қалдыңыз ба? Депутат Магеррам Магеррамов былтыр осы сияқты интернет алаяқтыққа қатысты 158 мың қылмыс тіркелді дейді. Депутат рас айтты ма? Тексеріп көрейік. По итогам 2023 года количество уголовных дел по части 2 статьи 190 Уголовного кодекса интернет-мошенничества, которые находились в производстве органов следствия, составляет 158 474 дела. Депутаттың дерегі жалған. Қамқоргов деректеріне сәйкес 2023 жылы интернет алаяқтық бойынша өндірісте 23 800 қылмыс болған. Бұл деректі бас прокуратурада растап отыр. Депутат 5 есе көп етіп айтып отыр. Десе де оның сөзінің жаны бар. Интернет алаяқтардан сақтану керек. Картаңыздың санын, артындағы 3 санды, жеке мәліметтерді ешкімге айтуға, ешқайда жазуға болмайды. Интернет қауіпсіздікке қатысты сауатты болыңыз.